Бәріңізге сәлем. Мен педиатрия 101 атобы Зуан Мұхаммед және оқытушым Ақшаштың Кеңес қызы. Менің қазіргі талқылайтын тақырыбым аяқ бұлшықтары. Аяқ бұлшықтары топографиялық орналасу бойынша екі топқа бөлінеді. Жамбас белдеу бұлшықтарына және аяқтың еркін топ бұлшықтарына бөлінеді. Жамбас бұлшықтарының өзі тағы екіге бөлінеді. Оның ішкі қабат бұлшықтары және сыртқы топ бұлшықтарына. Санның өзі үшке бөлінеді. Медиалды, алдыңғы, артқы. Сирақтың өзі үшке бөлінеді. Алдыңғы, латеральды, артқы. Және аяқтың бас бұлшықтарының өзі тағы да бөлінеді. Бірінші біз талқылайтынымыз ол жамбас бұлшықтары. Жамбас бұлшықтарының ішкі топ бұлшықтары. 6 бұлшық бар. Мускулус псоас майор, минор, мускулус илиакус, мускулус илиапсоас және алмұрт тәрізді бұлшықпен сонымен қатар ішкі жапқыш бұлшығы бар. Бірінші мускулус псоас майор белдің үлкен бұлшығы. Мускулус псоас майор көріп тұрғанымыз пішіні үшбұрыш тәрізді ширатылып орналасқан. Басталу нүктесі 12-ші кеуде омыртқасы мен жоғарғы 4 бел омыртқалардың бүйір қапталынан және оның тереңде орналасқан талшықтары сол барлық бел омыртқалардың көлденең өсінділерінен басталып төменге қарай бағытталып мускулус илиакуспен қосылып мускулус илиапсоасты түзуге қатысады, яғни мықын бел бұлшығын түзуге қатысады. Бұл бірінші бұлшық. Келесі мускулус псоас минор. Мускулус псоас минор дәл осы мускулус псоас майордың үстінде бетпе-бет орналасқан бұлшық. Және пішіні сопақтау келген. Басталу нүктесі 12-ші кеуде омыртқасы мен бірінші бел омыртқалардың бүйір қапталынан басталып төменге қарай бағытталып сіңіршеге ұласып, ол сіңірше мықын шат көтеріңкісіне эминентия илиапубикаға және шат сүйегінің қырқасына келіп бекиді. Келесі мускулус илиакус жамбас бұлшығы. Мықын бұлшығы. Оның орналасуы жамбас сүйегін жаттағанда, біз мықын сүйегін жаттағанда оның шұңқырын білеміз, фосса илиака деген сол жерде орналасады. Яғни басталу нүктесі осы фосса илиаканың бетінен басталып төменге қарай бағытталып мускулус псоас майормен қосылып мускулус илиапсоасты түзуге қатысады. Мықын бел бұлшығын түзуге қатысады. Келесі бұлшық осы мускулус илиапсоас мықын бел бұлшығы. Ол осы екі бұлшықтың мускулус псоас майор мен мускулус илиакустың қосылуы нәтижесінде түзілген бұлшық. Және ол төменге қарай бағытталып, жамбас буынының сыртын орай өтіп, жамбас қуысынан сыртқа шығады да, ортан жіліктің кіші ұршығына трахантер минорға келіп бекиді. Бұл бұлшықтың қызметіне келетін болсақ, ортан жілікті жамбасқа қарай тартып, ішке қарай бұру қызметін атқаратын бұлшық болып табылады. Келесі бұлшық, ішкі жапқыштық бұлшығы, мускулус обтураторис интернус. Мускулус обтураторис интернус, кітаптан да көрсін. Міне, мускулус обтураторис интернус орналасуы, бұл бұлшықты орналасуын білуіміз үшін біз жамбас бұлшықтарын жаттаған кезде ішкі жапқыштық тесікті білетін едік, форамен обтураторис және оның тілігі бар еді, инцисура обтураторис дейтін. Сол жерлерде, сол қапталда орналасқан осы ішкі жапқыштық тесікті жауып орналасқан мускулус обтураторис интернус, яғни басталу нүктесі ішкі жапқыштық жарғақтан басталып, алдыға және латеральды бағытта өтеді де, ортан жіліктің ұршықаралық қырқасына криста интертрахантерикаға келіп бекиді. Қызметі ортан жілікті сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі алмұрт тәрізді бұлшық мускулус пириформис деп аталады. Ол мұнда орналасқан, кітаптан да анық көрінеді менің. Бұл бұлшық мускулус пириформис басталу нүктесі сегіз көз сүйегінің алдыңғы бетінен және оның екінші, төртінші тесіктерінің латеральды бетінен басталып, латеральды бағытта өтеді, алдыға және латеральды бағытта өтіп, ортан жіліктің үлкен ұршығына трахантер майорға келіп бекиді. Бұл бізде ортан жіліктің жамбас белдеуінің ішкі топ бұлшықтары болатын, енді сыртқы топ бұлшықтарына тоқталамыз. Жамбастың сыртқы топ бұлшықтары 8 бұлшық бар, және бұл жерде бұлшықтар өте күрделі. Оған бөксенің ортаңғы бұлшығы, бөксенің үлкен кіші бұлшықтары кіреді. Және одан бөлек тағы 5 бұлшық бар. Бірінші бөксенің үлкен бұлшығына тоқталайық. Мускулус глютеус максимус. Өте ірі пішіні ромбы тәрізді орналасқан, бөксенің артқы бетінде, жамбастың артқы бетінде орналасқан бұлшық. Басталу нүктесі мықын сүйегінің артқы бетіндегі артқы бөкселік сызықшасы линия глютея постериор және сегіз көз сүйегі мен құйымшақ омыртқаларының бүйір қапталынан басталып
алдыға және төмен бағытта бағытталады, және бұл бұлшықеттің талшықтары екіге бөлініп кетеді, яғни жоғарғы бұлшықет талшықтары және төменгі талшықтары. Жоғарғы талшықтары бізде мында мықын асты жіліктің трактісі болады, трактус илиотибиалиске ұласса, төменгі талшықтары мынау ортан жіліктің өз аттас бұдырына, тубероцитас глютеяға келіп бекиді. Бұл бұлшықеттің осы тубероцитас тибияға бекитін жерінде, яғни трахантердің маңында синовиальды қапшығы болады. Борса трахантерика мускулус глютеус максимус дейтін синовиальды қапшығы болады. Енді бұл бұлшықеттің қызметіне келетін болсақ, үш маңызды қызметі бар. Жамбас буынын жазу, бұл бір. Екінші қызметі еңкейген тұлғаны артқа қарай тарту қызметін атқарады. Үшінші қызметі адам тік тұрған жағдайда жамбас пен аяқты бір-біріне жақындатып әскери тұрысқа келтіретін қызметті атқарады. Бұл мускулус глютеус максимус. Келесі мускулус глютеус медиус. Дәл осы мускулус глютеус максимустың ішкі қапталында, яғни астында орналасады. Басталу нүктесі мықын сүйегінің пішін үшбұрыш тәрізі, мықын сүйегінің артқы бөкселік сызықшасы линия глютей постериор мен линия глютей антериор аралығындағы жазықтықтан басталып төменге қарай бағытталады. Содан соң ортан жіліктің үлкен ұршығына трахантер майерға келіп бекиді. Қызметіне келетін болсақ, бұл бұлшықеттің беткей талшықтары жиырылған кезде, ортан жілікті ішке қарай бұру қызметін атқарса, ал тереңде орналасқан талшықтары жиырылған кезде еңкейген тұлғаны артқа қарай тарту қызметін атқарады. Келесі мускулус глютеус минимус. Бұл осы мускулус глютеус медиустың ішкі жағында орналасқан пішіні үшбұрыш тәрізді. Оның басталу нүктесі мықын сүйегінің артқы бөкселік сызықшасы мен төменгі бөкселік сызықшасының аралығындағы жазықтықтан басталып төменге қарай бағытталып ортан жіліктің үлкен ұршығына келіп бекиді. Қызметі дәл сондай мускулус глютеус медиустың қызметіне ұқсас. Енді осы бөксенің үлкен, ортаңғы және кіші бұлшықеттерінің барлығында трахантер майерға, екі бұлшықетті трахантер майерға бекитін жерінде синовиальды қапшықтары болады. Борса трахантерика мускулус глютеус медиус эт минимус. Бұл бізде беткей бұлшықтар. Және тағы бұлшықтар бар. Мускулус квадратус феморис. Мускулус квадратус феморис санның шаршы бұлшықеті. Немесе оны кейде текелі бұлшықет деп атайды. Себебі ол пішін төрт бұрыш тәрізді және басқа бұлшықеттерге қарағанда көлденеңірек келіп орналасқан. Басталу нүктесі мынау шонданай сүйегінің бұдырының латеральды бетінен басталып тұр және латеральды бағытта өтіп ортан жіліктің ұршықаралық қырқасына креста интертрахантерикаға келіп бекиді. Қызметі ортан жілікті сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшықеттер бізден кітаптан көрсеңіз. Келесі бұлшықеттер бұл бізде жоғарғы егіз бұлшықеті, төменгі егіз бұлшықеті және жапқыштық сыртқы бұлшықет мускулус обтураторис экстернус және санның жалпақ апоневрозын керуші бұлшықеттер опталады. Біріншісі мускулус геммулус супериор. Ол мускулус мускулус обтураторис интернустың жоғарғы бөлігінде көлдене параллель орналасқан. Басталу нүктесі спина исхиатикумнан, яғни шонданай сүйегінің қылтанағынан басталады және латеральды бағытта мускулус обтураторис интернустың үстімен латеральды бағытта өтіп ортан жіліктің ұршықтық ойығына фосса трахантерикаға келіп бекиді. Қызметі ортан жілікті сыртқа қарай бұру. Келесі мускулус геммулус инфериор. Ол осы мускулус обтураторис интернустың аст жағында орналасқан. Басталу нүктесі шонданай сүйегінің бұдырынан тубер исхиатикумнан басталады және латеральды бағытта өтеді. Мускулус обтураторис интернусқа параллель орналасып және ортан жіліктің ұршықтық ойығына фосса трахантерикаға келіп бекиді. Қызметі тоже сондай ортан жілікті сыртқа қарай бұру пішіні осы мускулус геммулус супериорға ұқсас. Келесі жапқыш сыртқы бұлшықет мускулус обтураторис экстернус. Жапқыштық сыртқы бұлшықет. Бұл бұлшықеттің басталу нүктесі жапқыш жарғақтан, мембрана обтураториядан және жапқыш жарғақтың сүйектік көтеріңкісінен басталып латеральды бағытта өтеді де, бұл да жинақтала келе жамбас буынын орай өтіп ортан жіліктің ұршықтық ойығына фосса трахантерикаға келіп бекиді. Қызметі бұл да ортан жілікті сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі соңғы бұлшықет, 8-ші бұлшықет. Мұнда орналасқан мускулус тенсор фация латия деп аталатын санның жалпақ апоневрозын, яғни шандырын керуші бұлшықет. Бұл бұлшықеттің басталатын нүктесі спина илиака антериор инфериор. Мықын сүйегінің алдыңғы төменгі қылқанынан басталып төменге қарай бағытталып
санның жалпақ апоневрозына немесе мықын асықты жіліктің апоневрозына ұласады. Мықын асықты жіліктің апоневрозына табақшасына ұласады. Қызметі орналасуы жамбастың латеральды бөлігінде орналасқан. Қызметі осы санның жалпақ апоневрозын керу қызметін атқарады. Бұл бізде айтылғандар жамбас бұлшықеттері, яғни жамбастың тереңге бетке орналасқан бұлшықеттері болатын. Келесі видеомызда санның бұлшықеттерін түземіз. Санның бұлшықеттері ол алдыңғы, медиалды, латераль, артқы бұлшықеттеріне бөлінеді. Солар туралы айтатын боламыз. Назарларыңызға рахмет.